Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз үй жағдайда манты жасаймыз. Видео қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бізге керек ұн. Ұн менде жоғарғы сұрып, одан соң жұмыртқа керек болады. Тұз, күнбағыс майы мен фильтрдан алынған су. Ал достар, мен дайындап қойдым. Менде 1 килограмм ұн. Жұмыртқа қосқан кезде өте қамыры өте күшті шығады. Жұмсақ, өте дәмді. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң менде 250 грамм су. Бұл жерде плюс-минус болуы мүмкін. Кей кезде артық қалуы мүмкін, кей кезде жетпеуі мүмкін. 1 шай қасық мен тұз салдым. Жақсылап тұрып араластырамыз. Жай су, фильтрдан алынған. Кішкене су қосамыз. Одан соң сұйық май. Бұл менде күнбағыс майы. 3 қасықта қосуға болады. Немесе 2 қасық қосуға болады. Мен 3 қасық қосам, себебі мен жақсы көрем, жақсы сочный болу үшін. Одан соң жақсылап тұрып араластырамыз. Жаймен деп осыған суды қосамыз, кейін жетпей жатса. Қолмен жақсылап тұрып елейміз. Су жетпей қалып тұр менде. Тағы да су қосатын шығармын. Ал достар, маған кішкене су жетпей қалып тұр. Описанияда қалдырам, точныйсын қанша. Қайтадан 1 шай қасық тұз салам. Өйткені менде ұн көп болып тұр. Манты жасаған кезде мен көз мөлшерде қосамын суды. Ал достар, мені осылай елейміз. Мінеке. Осылай бізде қамыр шығады. Ал осындай қамыр шығады. Мен 1 сағат демалдыруға берем. Ас үйде. Тоңазытқышқа қоюға болады. Немесе жай осы стол үстінде тұра берсе де болады. Ал бұл менде сиырдың еті, жаңағы міне фарш. Одан соң картоп тураймыз. 4 бұрышты ғып. Картопты мелкий тураған дұрыс. Кішкентай ғып. Мен осылай тураймын. Картоп дайын. Картопты мен осындай кішкентай турадым. Пиязды осылай. Қолда да 4 бұрышты ғып тураймыз. Ал достар, мен пияз салдым. Арасына пияз кетті. Одан соң кішкене сарымсақ саламыз. Чеснок. Менде 1 үлкен сарымсақ. Оны мен 4-ке бөлем, өйткені симай тұр. 4-ке бөліп, чеснокодавкадан өткіземін. Сіздер 1-2 қоссаңыздар болады. Дәміне қарай мен тұз саламын. Дәміне қарай өздеріңіз қалағанша тұз бен бұрышты салыңыздар. Одан соң мен кішкене сұйық май қосам.
осылай бір шай қасық. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Фаршымыз сухой болып тұрса, кішкене су қосуға болады. Начинка менде кішкене 1 килодан кішкене асып тұр. Ештеңе етпейді. Қамыры 1 кило болып тұр. 1 килограмм болып шықты. Енді екеуі де бірдей болып тұрса, онда екеуі де бір-біріне жетеді. Кішкене су қосуға болады. Сочный болу үшін. Араластырғанда да жақсы. Қатты жидкий қылдырмаңыздар. Сәл кішкене. Фаршымыз құрғақ болмас үшін. Начинкамыз дайын. Жақсылап тұрып араластырдым. Енді тоңазытқышқа қойып қоямыз, бетін жауып. Ал достар, начинкасын істеп болды, қамырын дайындап қойдық. Енді кастрюлемізге су қойып, қайнай берсін. Бетін жауып қоямыз. Ал достар, мантидің қамыры 1 сағат өтті. Мұны осындай болып шығады. Кішкене ұн дайындап қояйын. Мұны осындай болып шығады қамыры. Мен 3-ке оны бөлемін. Мынау кішкене көптеу сияқты, мінекей осылай. Маған осылай. Ал достар, мінекей. Көріне ма? Мантының қамыры осылай күшті, нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Эластичный. Өте қолға приятно осылай жасаған кезде. Осындай консистенция болып шығады. Мінекей, достар. Қолға жабыспайды. 1 сағат тұрды, міне. Мінекей. Көріне ма? Ал нан жаюды бастаймыз. Бірінші мен қолмен осылай распределять етем. Оқтаумен жұмыс істеуді бастаймыз. Осындай қамыр шығады. Өте эластичный, жыртылмайды. Қолға алсаңыздар, мінекей осындай. Майыстырсам да, бүктесем де жыртылмайды. Мінекей осындай қамыр. Өте жақсы. Қолға приятно жұмыс істеуге. Енді бастаймыз. Төртбұрышты қылып кесеміз.
Міне видеодағыдай осылай істеп көріңіздер. 4 бұрышты қылып міне бүйтіп кесеміз. Осылай істеп көріңіздер. Сіздерге көрінсе, міне қамыр осылай шығады. Тоңазытқыштан мен начинкамды алдым. Осындай мантоварка. Мантоварканың үстіне менде осындай дайын сеткалар бар. Яғни арнайы осындай мантоваркаға асты жабыспас үшін. Ал егерде сіздерде ондай болмаса, онда осындай кисточкамен немесе қолмен алып, күнбағыс маймен жақсылап тұрып сылайсыздар. Яғни астын жабыспас үшін. Ал ендеше бастайық. Мінекей менде осындай қамыр. Сіздерге көрсетіп кетейін. Жасау жолын. Мүмкін бәрін білетін шығарсыздар. Көрсетіп кетем. Мінекей достар, осылай жабыстырамыз. Осылай жабыстыруға болады. Мінекей. Немесе осылай. Қайырып деген сияқты осылай. Ал достар, менде манты дайын. Манты дайындап қойдым. Менде 3 табақ шықты. Ал енді менде бұл жерде сұйық май. Көріп тұрсаңыздар, міне сұйық майды мен кішкене сыртына, мантының сыртына жағып өтемін. Себебі кішкене сочный болу үшін. Көп емес, енді кішкене бүйтіп сырттарынан өтіп шығамын. Құрғақ болмас үшін. Қазір қайнаған суға мантыны қоямыз, мантоварканы. Ал менде су қайнады. Мантоваркамызды қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Шамамен 45-50 минут буға қайнатамыз. Ал достар, менде манты дайын. 45 минут өтті. Қазір бірге көреміз. Міне осындай болып шығады. Ал достар, осындай манты шығады. Өте керемет, өте күшті шыққан. Қазір бірге дәмін татамыз. Мінекей. Иісі деген күшті. Іші міне осылай пісті. Ыстық. Қазір көреміз. Керемет. Өте күшті пісті. Осылай істеп көріңіздер. Күшті шығады. Қамыры күшті піскен. Еті піскен. Начинкасы.
Ал сіздермен болған Динара. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Шығады деп сенемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.